бізге Zoom-ға келген қонақтар болса, адамдарыңыз құтты болсын. Бүгін ақпарат сіздерге ұнайтын шығар деп ойлаймын. Ең маңыздысы сіздерге жаңағы көмектессе осы айтып жатқан заттардың бәрі. Менің аты жөнім Жанар Төлеуовна. 25 жыл тәжірибем бар. Мединститут бітіргем 88 жылы. 83-те осы мединститутқа түскен кезде мен оны білген жоқпын. Бірақ бізде клиническая фармакология деген экспериментальный курста оқығам. Сол кезде бізде дәрінің ішкі дүниесін көрсетіп үйреткен. Қазір енді мен 2 аптекам болды осы Алматы қаласында. Қазіргі таңда мен тек қана табиғи заттармен жұмыс істеп жатырмын. Дәрілерді жоққа шығармаймыз. Біздің ақ халатты абзал жандар, олардың жұмысын жоққа шығармаймыз. Бірақ қазіргі таңда бізге ойланатын уақыт келді. Өз-өзімізді тануымыз керек шығар деп ойлаймын мен. Енді бізде қалқанша без деген қай жерімізде орналасқан, міне қараңыздар. Қай жерде тұр, көбелек құсап, 2 жағы бар, сол жағы, оң жағы. Қалқанша безіміз осы жерде орналасып тұр. Оның ішінде тағы да 2 без бар. Паращитовидный железа дейді. Қалқанша без, білесіздер, щитовидная железа дейді орысша. Қандай қызметі бар? Егерде бұл бездің жұмысы бізге керек па, маңызды ма, маңызды емес па? Міне тамақтың астында тұр, міне мына жерде тұр қалқанша без. Егерде бұл бездің жұмысы бәсеңдетсе, оны гипотиреоз деп айтады. Гипотиреоз деген не ол? Яғни бұл без өзінің жұмысын атқармайды. Адам баласы не сезеді? Ешқандай қуат жоқ. Кешке дейін ұйқы бас. Толып кетеді. Содан кейін ойлау қабілеті де дұрыс болмайды. Қимылдағысы келмейді. Мешкей болады. Сондай бір неде болады. Ал егерде бұл қалқанша без өзінің жұмысын дұрыс атқармай, тез қалай болса солай атқарса, оны гипертиреоз дейді. Гипертиреозда көзі бақырайып кетеді, жүрек қатты соғады, аритмия болады. Бұндай адамдар ашуланшақ болады, тез ашуланады, өзін-өзі ұстай алмай қалады. Сондай болады. Нервный болады өте. Өзінен-өзі айқайлап кетеді, болмайтын нәрсеге, бір сөзге тоқтай алмайды. Ашуланып кетіп өлтіріп қою да мүмкін. Өз ашуын өзі тие алмайтын болады. Қалқанша бездің бізге не үшін беріп қойған Алла тағала, қызметі қандай бұл бездің? Бұл без біздің ойлау қабілетімізге тікелей қатысы бар. Егерде іште жатқан балада қалқанша без дұрыс дамымай қалса, ол ауруды кретинизм дейді. Яғни баланың миы дамымай қалады. Ойлану қабілеті жоқ. Кретинизм деген, енді кретин деген сөзден шыққан дүние. Бұл қалқанша без өзінің жұмысын атқаратын көптеген жұмысы бар. Өте көп жұмысы. Мидан келген нұсқаудың бәрін орындау керек. Содан кейін мидың айтып атқан затын жан-жаққа бөліп айту керек. Без арқылы сөйлеседі бұл жерде. Гормон арқылы сөйлеседі. Гормондарын бөледі. Бір жерде бізді тоқтату керек. Бір жерде бізді шаптыру керек. Қамшылау керек. Осы жұмыстың бәрін атқарып атқан қалқанша без. Бір кезде бауырдың қанның айланымы, жүректің қағуына бір жерде бәсеңде болу керек, бір жерде қатты қағу керек. Қорыққан кезде қатты қағады ғой.
қуатты бөлетін осы қалқанша без. Осы қалқанша бездің гормондары сіздің қуатыңызға тікелей қатысы бар. Тағы да не? Сіздің суықты сезуіңіз, ыстықты сезінуіңіз осы қалқанша без. Егер қалқанша без дұрыс жұмысын істемесе, гипотиреоз деген болса, ол адам жаурақыш болады. Аяқ қолы өмір бойы жылынбайды, жаурап жүреді. Мына гипертиреозда ысып жүреді. Осы бәрін шешіп, ысып жүреді ондай кісілер. Осындай жұмысы өте көп, жұмысы өте маңызды. Енді сіздерге айтайын, бұл қалай Т3, Т4, ТТГ деген анализді тапсырған кезде докторлар оқиды. Олар 7 жыл оқытады, осыны жаңағы ажырата білу керек. Қай уақытта эндокринолог деген маман бар. Мен эндокринолог емеспін, мен жаңағы дәрінің маманымын. Алдымен жаңағы ТТГ деген гормонды біздің ми жібереді. Біздің миымыздың ішінде без бар, 2 без бар. Гипофиз, гипоталамус деген. Сол ең алдымен ТТГ гормонды йод іздеу үшін бізде мидағы без жібереді. Сол ТТГ гормон, сол ТТГ либерины деген шығады алдымен. Гипоталамуста. Либерин деген белок шығады, ол жаңағы гипофизға келеді, ол жерде тиреолиберин деген пайда болады, байланысады екеуі. Сөйтіп тиреотропный гормон ТТГ деген йодты тауып кел деп мидың приказымен жаңағы қалқанша безге келеді. ТТГ, одан кейін Т4 деген гормон бар. Тетраиодтиранин дейді оны. Т4 гормонды мәжбүрлейді, оны бауырға жібереді. Бауырда ол Т3 гормонға ауысып келу керек. Т4 деген ол бізді жаңағы онша көп қимылдамаймыз. Сол кезде тыныш отырған кездегі ол Т4 гормонымыз. Ал бірдеңке ойымызға түсіп, тез жаңағы мимен жұмыс істеп, болмаса бір жаққа жүгіріп кетуіміз керек болса, дереу Т4 бауырға барады да Т3-ге ауысады. Бауырда ауысады ол. Бұл жерде бауырдың жұмысы өте маңызды. Гормонды қабылдайтын бауырдың сыртында клетки Купфера деген бар. Сол клетки Купфера бізді улы гормонды дұрыс қып, молекуласын өзгертіп, бізге дұрысын беріп тұрады. Егер бауырда жировой гепатоз болса, жаңағы өте дұрыс бөлінбесе, қиындау жағдай. Өйткені біздің басымыздағы, миымыздағы бездер өттің бөлуіне қатты тәуелді. Өйткені өт бөлінген кезде майды бізге сіңетіндей қып жасап береді, өтпен май қосылаттағы. Сөйтетте сол майдан өзіне керегін алып отырады жан-жақтан бәрі. Бәріне дұрыс май керек. Бүкіл жерге гормондардың бәрі майдан тұрады іші. Мидың ішін бәрі май. Дұрыс майлар өте керек. Сол майлар дұрыс сіңу керек бізге. Мысалы, біз неше түрлі май жейік дейік. Жылқының майын жейік. Жылқының майы өзін жылқыға арналған май. Бізге сіңу, бізге ол жарау үшін біз оны басқаша қылып өзгертуіміз керек. Біздің ағзамыздың ішінде ол бізге ғана тән болып, бізге керекті болып өзгереді. Оны өзгерту үшін бізге не керек? Майды өзгерту үшін ең алдымен өт керек. Өт дұрыс бөліну керек. Содан кейін ол майға бар, жаңағы миға барады. Холестерин деген гормон барлығы осыған байланысты. Енді командный гормон, распределительный Т3, Т4-ді, активный гормон Т3-ға ауысу үшін міне осындай жолы бар оны жасайтын. Енді не істейді қазіргі таңда? Ойбай, гипотиреоз, қалқанша безіңіз дұрыс жұмыс істемей тұр дейді дағы, сіздерге
искусственный гормон береді, эутирокс деген. Оған қарсылығым жоқ, бірақ қазір мықты білетін докторлар, анализдарды мықты оқитын, білесіздер ғой енді, арамызда рядовой доктор бар, өте жаңағы таланты бар докторлар бар, доктор от Бога дегендер бар ғой. Солар зерттейді, қарайды, өз жұмысына мықты қарайды. Сол эндокринологтар біразын қаратып шықтым мен. Олар айтады да, эутирокс деген гормонды ұзақ уақыт ішкен адамның қалқанша безі кеуіп жатыр дейді. Жарамай жатыр дейді. Өзі гормон шығармай жатыр дейді. Өйткені сырттан келеді. Сырттан келгенді жаңағы соны пайдаланады, а өзінен шықпайды дейді. Сөйтіп қалқанша без кеуіп жатыр көп адамдарда дейді. Ал өзіңнің тұрған қалқанша безіңді өстіп құртсаң, ол тікелей сенің ойлау қабілетіңмен байланысты болса, өздеріңіз ойланыңыздар. Енді біздің осыны айтып отырмын сіздерге. Бізге енді қалқанша безімізді өте құрметтеу керек. Өйткені о жердегі жасушалардың ауысуы өте қиын. 7 жылда бір ауысады. Аутоиммунный тиреоидит дегенді бүкіл әлемде біз емдей алмаймыз деп докторлар қолдарымыздан келмейді деп айтып жатыр, мойындап жатыр. Өте қиын. Өзіңнің жаңағы армияң өзіңе шабуыл жасап, қалқанша безді тас-талқан шығарып жатыр. Содан кейін өте бір қызық ақпарат айтайын сіздерге. Йод аз болса, сіздер ағзаңызға, әсіресе жастар, әсіресе екіқабат әйелдер, жасөспірімдер, егер олардың тамағында йод аздау болса, дұрыс тамақтанбаса, йод аз болған жерде қалқанша безге соған ұқсайтын хлор отырып алады орнына, бром отырып алады орнына. Ондай кезде қалқанша бездің енді структурасы басқа ғой. Йод отырған жерде хлор отыр. Иммунитет бұл без емес деп есептейді, соған шабуыл жасайды. Аутоиммунный болезнь дейді. Бұны емдей алмаймыз дейді. Ал кеп преднизолон гормонның астынан алады. Осындай жағдай өте қиын болып жатыршы. Енді біздің эйджисера қай жағынан көмектесу мүмкін осындай жағдайда? Қарап көрейік, талқылап бірге. Эйджисераның ішінде бізде не бар? Керамиды бар. Бидайды өсіріп, ішіндегі өзегінен алынған зат. Бидай өскен кезде қандай ана болсын, өзінің баласына барлық жақсыны береді, дұрыс па? Сол өзегінде бүкіл бидайдың өсуіне керек заттың минералы бар, витамины бар, бәрі тұр. Ең біріншіден мына жаңағы керамидасын айтып отыр. Теріні мықтылайды дейді, жалтыратады деп отыр. Ішімізден коллаген шығарып береді деп отыр. Ол өте жақсы. Әрине өте керемет. Бидайдың өзегінде біздің ағзамызға өте қажет витаминдер бар. Минералдар бар. Бидай өсу үшін жинайды. Бидайымыз біздің ГМО-сыз өскен жаңағы Франциядан алынып отыр. Шикізаты, оған сертификаты бөлек. Осындай зат бар осының ішінде. Нанотехнология әбден ұнтағы кішкентай майда болғаны соншалықты барлықтарыңыз сезіп жатырсыздар, бірден жасушаның ішіне кіріп кетеді, қабылдайды. Екінші не бар бұның ішінде? Бұның ішінде кетолиф деген бар. Кетолиф деген зейтун майын шығарған кезде бетінде әппақ көбік болып қалатын зат. Оның ішінде антиоксидант бар, гидрокситиразол. Одан басқа да зейтун майын дамып өсуіне пайдасын келтірген заттардың бәрі сол әппақ көбікте тұр.
Оны зерттеген кезде гидрокситиразол деген қазір номер 1 бүкіл әлемде антиоксидант, противовоспалительный дейді, қабынып тұрған жерді басады. Ал мысалы шабуыл жасаған жер, өз клеткасын өзі танымай, иммунитет шабуыл жасаған жер, о жер қабынып тұрады ғой, хронический воспаленный болып тұрады. Қалқанша безді, мысалы лямблия деген бар бізде, қарапайымдылар. Егер де лямблияны емдемей жүрсе адам баласы, ол лямблия ананың ішінде бала бітсе, ол лямблия не істейді? Ол бараттағы бірінші қалқанша бездің жұмысын басады, сол жерге үймелейді. Содан кейін баратта өт шығаратын жерді, өтті қисайтып, сол жерде үймелейді. Неге? Лямблия йодты жек көреді. Қалқанша без сол йод бөлген жерді жек көреді, басып тастайды. Содан кейін өтті басып тастайды. Осы екі жағды басқаннан кейін ол жаңағы токсин шығараттағы тәттіні талап етеді. Қожайынға тәтті жейм болды, басқа тамақты қабылдамайын дейді. Сон балалар тәттіге әуес болады. Лямблиоз деген осы. Бара-бара ол лямблия аналық безді, аталық безді де басып тастайды жұмысын. Егер байқасаңыздар, толықтау келген балалар, қыз балалар лямблиоз болуы мүмкін әбден. Түрінен көрініп тұрады. Вялый болады, тәттіге әуес болады, лямблия сөйтіп басып тастайды. Ең маңызды бездерді. Бара-бара кейін өсе, ол қызымыз жаңағы детская матка дегенге диагнозға ұшырауы мүмкін. Соның бәрін жасайтын қарапайым лямблия. Көрдіңіздер ме? Сөйтіп жұмысын басып тастайды бездердің. Соны лямблиядан тазалауымыз керек. Лямблиоз болмау керек екіқабат келіншекте. Лямблия тұрған жерге бактерия да үймелейді, өйткені қышқылдығын өзгереді. О жерге грибок келеді, сонымен қалқанша без жұмысын істей алмай қалады. Ол қалқанша бездің жұмысы тікелей ми, ойлау қабілеті. Сол жерлерді басып тастаса не болады болашақта? Міне, гидрокситиразол деген мощнейший антиоксидант, сол осы жәндіктердің бәрін қуып шығады. Өйткені қабынып тұрған жердің бәрін реттейді. Мыналардың жаңағы бүлдірген жердердің бәрін реттейді. Бауырды тазалайды. Бауырдың өт жолындағы отырғандардың бәрін қуады. Болды, ары қарай керемет зат. Керемет. Одан басқа не бар бұның ішінде? Гидрокситиразол тағы да антиоксидант. Ол жаңағы біздің иммунный системаны қорғайды. Иммундық жасушаларды қорғайды. Олар өз жұмысын жақсы атқаратын болады бұл жерде. Тағы да аудара беріңіз, не бар? Слайдты аудара беріңіз. Ажар ханым, слайдты аударып жіберсеңіз. Так, менің нем қайда? Куркумин деген зат бар. Тағы да. Бұның ішінде. Куркумин тікелей ми қабылдайды куркуминді. Куркуминді барлықтарыңыз білесіздер. Куркуминді керемет деген жұмысты атқарады. Бүкіл паразиттарды қуып шығады. Қанды тазартады. Қанымыз кәдімгідей өзінің құрамын алады. Содан кейін грибок болсын, бактерия болсын, қай жер оны қуады, паразит болсын. Коллагенімізді жұмысына тікелей кіріседі. Синтезі бар. Сакура японская деген бар бұл жерде. Сакураның жаңа бір-біріне жабысып қалады тәттіні көп жегенде. Қанымыз қоюланады. Соны жасап береді. Соны ажыратып береді. Содан кейін бізде
қанықпаған майлар, таптырмайтын майлар, ағзамызға тамақпен ғана жаңағы түсетін майлар, ішімізден шықпайды, яғни сондай майлар бар, май қышқылдары бар. Тағы да айтып кетейін, май қышқылдары бізге өте қажет, өте қажет. Ең бірінші миға керек ол. Мидың жұмыс істеуіне керек. Сосын кейін қабынып тұрған жердің бәрін басады. Токсиндерден бәрін тазалайды. Ана лямблия бөлінген токсиндердің бәрінен тазалап тастайды. Межклеточный жидкость дейді. Куркумин вообще и ракпен де жаңағы күреседі. Куркуминнің жаңағы атқарып атқан міндеті өте зор, өте зор. Бекерден жаңағы бауырды тазалайды ең бірінші. Бауырда жировой гепатоз болса қиындау жағдайымыз. Бауырды тазалау керек. Бауырдың ішінде жаңа мен айтқан жәндіктер отырса, ол да жаман. Солардың бәрін қуу керек. Олар қай уақытта қуылады? Егер қанның, сосын кейін жан-жағдағы ағзамыздың pH-ы 6-да 8 болып тұрса, бәрі өліп қалады. 6-да 5 болса, вообще түк қалмайды. Жыбырлаған зат қалмайды. Ол жерде өспейді нелер. Ешқандай лямблия, даже шизела өспейді. Қанды щелочной жасайды. Қышқылдығын реттейді. Қан кірген кезде ағзаның бауырдың да жаңағы басқа жерлерінде мысалы тіпті щелочной среда сол жерлерді реттеп кетеді куркумин деген. Тағы да ракпен күреседі. Ол кезде жаңағы беттің терісі жарқырап кетеді. Жүрек тамырлар. Қалқанша без жүрекпен тікелей байланысты. Жүректің қағуын қалқанша без аңдып қарап отырады. Айттым ғой, Т3 гормон бөлінген кезде жүректе тез қаға бастайды. Өйткені біз қимылдаймыз, өйткені жұмыс жасаймыз. Қорыққан кезде Т3 бөлінеді. Т4-да брадикардияда жүрек бәсеңдеу жаңағы. Ондай қағудың қажеті жоқ. Тиреотоксикоз бар адамдарда жүректің минутына 120 соғып тұрады. 60-ның орнына. Жүрек қатты көтеріліп кетеді. Соғуы. Соның бәрін реттейтін осы куркумин деген нәрсе. Оны бұрыннан бері зерттеген. Тағы да бұл толық табиғи зат. Түгелімен сіңіп кетеді. Енді мына жерге келейік. Тәттіні көп жегендер, қазір сахарный диабет 2-ші тип деген өте көп екен адамдарда. Бірінші орын аламыз ау деймін. Өйткені тәтті өте көп, стресс көп, тәттіге қосылады. Май, жаңа бауырды май басқан, о жерде де жұмыс істей алмайды. Мынау біздің ішкі безімізді, ең үлкен без, ұйқы безге өте мықты көмектеседі. Холестериннің жаңағы уровенін реттейді. Холестерин бізде болу керек. Холестеринсіз біз ештеңе істей алмаймыз. Холестерин керек зат. Бірақ оның өлшемі өзінің нормасында тұру керек. Сол нормасын келтіреді. Қанттың, глюкозаның артығын алып тастайды. Инсулин мен глюкозан жаңағы жасушалар инсулинді тани бастайды. Сенсорларын қалпына келеді, жалпақ сөзбен айтқан кезде. Сонымен өте керемет, артық салмақ кетеді. Уничтожитель сахара дейді. Қант жойғыш бұл гимнемна сильвестр. Оны Австралия, Индия, Африкадан алып келеді. Шикізатқа тағы да сертификат бар. Шикізат жаңағы таза жерде өсті деген шикізаты бар, дәлелі бар. Енді бұдан басқа да бұның ішінде ағзамызға керек заттар бар. Бұл жерде бізде не бар? Анар бар, гранат. Анардың дәнін алып, соның ішінен май сығып отыр. Омега-5 деген таптырмайтын май. Рак клеткалары мен иммунитеттің клеткаларына өте мықты көмектеседі. Сондықтан давленияны да түсіреді, артрит, неше түрлі
ер адамдардың мысалы әлсіздігінде емдеп береді. Грибок бактерияны нетеді, энергия береді, қуат береді. Бұндай омега 5 майды біздің ағзамызға түскенде біздің қалқанша безіміз қуана қарсы алады. Қуана. Өйткені иммунитет реттеледі. Иммунитет аутоиммунка болса қалқанша безге шабуыл жасамайды. Кейбір адамдар эйджисераны ішкен кезде құрғақ жөтел пайда болды деп айтқанын естіп қалғам. Сол кезде қалқанша безді қан арқылы тазалап жатыр. Хлор жұтқандар, әсіресе медбикелер болса, докторлар болса, жаңағы бәр жерді хлормен жуады. Неге екенін білмеймін, неге перекиспен жумайтын, пергидрольмен тағы да ұқпай жатырмын. Соны жаңа хлорды жұтқан кезде қалқанша без, йодымыз аз біздің итакта, сол жерге қалқанша безге хлор отырып алады, жұмысын істеткізбейді. Соны біздің таза қан тазалап тастайды. Тағы да не бар? Жидектер. Енді мына жидекті барлықтарыңыз білесіздер. Таңқурай, қара бүлдірген, жаңағы ішінде черника дейді, бузина дейді. Бұндай заттардың ішінде әрине витаминдер өте көп. Тағы да табиғи ретінде алынған нанотехнологиямен. Витамин көп жерде, вита деген ол өмір, жизнь деп аударылады. Витамин деген бізге керек. Витаминсіз бірде-бір фермент іске қосылмайды, бірде-бір реакция жүрмейді. Витамин деген негізі реакцияны тездететін зат. Аз мөлшерде керек, бірақ онсыз реакцияларымыз ішіміздегі жүрмей қалады. Завод тоқтайды витамин жоқ болса. Ешбір зат сіңбейді витамин жоқ болса. Қазір байқап отырсаңыздар, біздің берген тамағымызды жаңағы витаминнен ажыратып тастап отыр. Сонда дүкеннен барып біз витамині жоқ затты алып мәз болып жеп жүрміз. Витаминсіз өмір жоқ ішімізде. Ешбір зат қосылмайды. Витаминді біз қазір мына Алматы қаласының ішінде далаға шықсаң, таңертең ішкен витаминің тез арада жойылып кетеді запасын. Неге? Өйткені ауа таза емес, ауыр металл деген көп. Соны жоям деп күші соған кетіп қалады. Сондықтан бізге йоды көп мына жерде. Мына светі осындай қою болып тұрған затта йоды көп. Ана таңқурай, малина, бұл жерде қанды сұйытатын зат бар. Табиғи аспирин, салицилат бар. Қанымыздың құрамын қалпына келтіретін нәрсе бар. Тағы да бұның ішінде белый персик деген бар. Оның ішінде тағы да витамині көп, минералы көп, тез сіңетін витаминдер бар. Егерде ол не үшін? Кейбір кезде бауырдың әлсіздігінен витаминді активация жасай алмайды бауыр. Витаминді, мысалы, бауырға барғаннан кейін, бауыр оны метилировать ету керек. Яғни түрін өзгерту керек. Сол дайын тұрған формасы бізде белый персикте бар. Дайындап қойған. Витаминді да, минералды да тез сіңу үшін жаңа технологиямен, заманауи технологиямен жасап, тез сіңсін деп, бірден қабылдасын деп жасап қойған. Бауыр қиналмасын деп. Бізде мына тілдің астына салған кезде бауыр ешбір қиналмайды. Бауыр бәрін тексеру керек. Қанды бір тексеріп шығу керек, 3 тексереді. Әбден шайып барып миға жібереді ол қанды. Өйткені ми таза қанды талап етеді. Ми анандай ауыр қанды қабылдай алмайды. Өте нәзік дүние. Сондықтан ми мен қалқанша без тікелей байланыста болғаннан кейін, күнделікті бір-бірін жаңағы түсініп отырғаннан кейін, мидың беріп атқан тапсырмасын қалқанша без арқылы орындалады. Біздің ағзамызда төмен жағымыздың бәрі. Содан кейін ана буын түйнек болып қалатыны қалқанша безде узлы щитовидный деген, ол жаңағы токсиндерді сол жерге байқұс миға жібермейін деп ұстап қалады.
кейбір ақпаратты да қалқанша без ұстап қалады, миға бермейді. Қалқанша бездің сондықтан миды қатты қорғайтын жасайтын жұмысы осы атқаратын. Енді запас йод бізде қай жерде болады? Аналық, аталық безде тұрады. Йод сол жерден алынады. ТТГ йодты сол жақтан барып іздейді. Сондықтан біздің ағзамызда йоды мол, табиғи йоды мол заттар болу керек. Соны ұмытпаңыздар. Бізде теңіз жоқ, балық жоқ, бірақ йодты біз басқа жерден алуымызға болады. Оны селен, бразильский орех дегенде бар, күніне бір тал жесеңіздер жетеді. Мысалы, тағы да басқа шөптерде бар. Енді мына жерде де йодымыз бар. Қосымша жаңағы гипотиреоз болса, осыны қосуға болады. Ішуге болады гипотиреозға, тағы да йодтың табиғи түрін қосып ішсе болады. Мына жерде бізде йодымызда бәрі бар. Қан арқылы бәрі сіңіп кетеді. Гипертиреозға да, гипотиреозға да, аутоиммунный тиреоидитке де, жаңағы іште түйіншекке де, қалқанша бездің түйініне де біздің затты IGCR-ны ішуге болады. Өйткені мына 8 түрлі зат мен айтып отқан барлығы біріккен кезде біздің жілік майдан шығатын таза қанымызға үлесін қосады. Біз тәулік бойы таза қан алып тұрамыз бұл жерде. Таза қан өзі бәрін реттейді. Түйіншектегі түйінді тұрған жерінен бәрін ішінен тазалап шығарып тастайды. Сіздер күніне бір рет тілдің астына салсаңыздар болды. Мен осымен аяқтайын, Рахмет, Жанар Төлеуовна, рахмет.